Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханға арналған тіске басардың рецептімен бөлісемін. Дәмі өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Құрамдары қолжетімді, ал жасалуы өте оңай. Бізге ол үшін тауықтың төс еті керек, қияр, үкіштен өткізілген картоп, жұмыртқа және де 2-3 ас қасық майонез. Барлығын біркелкі етіп араластырып алыңыздар. Тұз қосуды ұмытпаңыздар. Видеода көрсетілгендей өзімізге керекті көлемде шариктер жасап аламыз. Біздің шариктеріміз дайын. Енді осы шариктеріміздің сыртын қаптаймыз. Ол үшін бізге пищевая пленка қажет. Оның үстінен үкіштен өткен піскен қызылшамызды орналастырамыз. Оның үстінен дайын болған шаригімізді орналастырамыз. Және видеода көрсетілгендей жан-жағынан қаптап, барлық жеріне тиетіндей етіп, қолымызбен осылай орналастырып шығамыз. Алдыңғы видеода көрсетілгендей шариктерімізді осылай қаптап шығамыз. Мен картошка паймен қаптап шықтым. Үкіштен өткізілген сәбізбен және де үкішпен өткізілген ірімшікпен қаптап шықтым. Жаңа жылдық дастарханға арналған тіске басарларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым.